Қайырлы күн барша менің көрермендерім, арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін бір осындай жарты капустадан екі түрлі салат жасап тастайын деп жатырмын. Егер менің дайындау әдісім қызықтыратын болса, онда сіздер менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Бірінші мен жасайын деп жатқан салатым ол цезарь салаты. Цезарь салатын енді барлығыңыз да білесіздер. Енді мен тек қана капустаның осы тек қана жұмсақ қана жерлерін алам. Енді қатты жерлердің қазір бөлек салат жасайтын боламыз. Осылай қылып турап алдық. Енді мен арнайы цезарьдің соусын алдым. Енді сол ең бірінші сол соусымды құйып жақсылап тұрып капустамның жапырақтарын араластырып қойып жатырмын. Енді бір ыдысқа тағы да бір соус дайындап алайық. Ол үшін мен итальянский травы алдым, және осындай универсальный жаңа приправа бар еді, соны алдым. Сондай-ақ паприка алдым, кішкене түсін келтіру үшін, және тек қасықтың ұшымен ғана ащы бұрыш алып жатырмын, қызыл бұрыш. Енді осылардың бәрі бұл маған жаңағы тауықтың төс етінен жаңағы сухариктарымда жағу үшін қажет болады. Енді жаңағы дәмдеуіштермен мен бір сондай өсімдік майын құйып алып жатырмын. Оның бәрін араластырғаннан кейін қазір жұмысымызға кірісетін боламыз. Мен осындай багет алған болатынмын. Оны өте жұқаламаймыз, өте қалыңдамаймыз. Осындай орташа көлемдегі етіп жақсылап тұрып турап аламыз. Сосын жаңағы дайындап қойған қоспамызды осы сухариктеріміздің екі жағына жақсылап тұрып жағатын боламыз. Өте күтірлеп керемет болады. Енді духовкада бір 5 минутқа салып аламыз. Сондай-ақ тауықтың жаңағы төс етінде осылай маринадтап аламыз. Одан кейін мен бұны духовкаға да пісіремін, және сковородкаға да бетін жауып қойып, екі жағын кезек қарып отырып, сковородкаға да пісіріп алатын боламын. Енді менде чили помидоры, бұл помидорларды екіге жарып пісіріп, турап алайын деп жатырмын. Міне осылай помидорларымыз туралды. Міне осылай тек табанның түбіне бір азғантай ғана май құйдым да, бетін жауып қойып, екі жағын кезек аударып отырып, қарып алатын болам, пісіріп. Енді жаңа капустаның қалған жерде бұл цезарь салатында жүргенде кішкене қатаңдау болып, бір ыңғайсыздық туғызады. Сондықтан оның мен осы үнемі пекин капустасынан салат жасағанда осылай қылып жасап жүрмін. Соны сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Бір ғана огурцы, оны осындай сопақ соломкаға турап алдым. Жаңағы бір азғантай чили помидорынан да бір азғантай алып қалған болатынмын. Оны да осы салаттың ішінде әдемі болып жүру үшін уақтап турап тастадым. Және менде петрушкамды да осылай турап алдым. Енді міне менің жаңа тауық етім, тауықтың төс еті пісіп болды. Маған бұл етті пісіру үшін бір 12 минуттай уақыт кеткен сияқты, 15 минутқа жете қоймайды. Енді жаңағы жұмыстардың бәрін жасап алғанша осы жаймендеп пісті. Духовкаға салып алсаңыздар да өте жақсы болады. Менде духовкада жаңағы сухариктар бос болып пісіп, бос болмай жатқандықтан мен сол жаңа сковородқа пісіріп алып жатырмын. Енді чили помидорларымызды, енді бетін әсемдеуді әркім әрқалай жасай берсе болады. Мен енді осылай жасап жатырмын. Ең бірінші чили помидорларымды, одан кейін жаңағы пісіріп алған тауық еттерімді, одан кейін жаңағы сухариктерімді салып жатырмын. Сухариктерді бұны екіге бөліп істесе де болады негізінде. Мен сол екіге бөле қоймадым, өйткені тез жасауым керек болды, оның бәріне уақыт қажет болатын болды. Сондықтан мен бұл багеттарды екіге бөлген жоқпын. Екіге, төртке бөле берсеңіздер, өзіңіздің қалауыңыз бойынша бөле берсеңіздер болады. Міне барлығын енді орналастырып болдық. Мен бұл салатты кішкене асығыстау жасап жатырмын. Өте асығыс жасап жатырмын.
Сондықтан енді кішкене бір әсемдеуге уақытым жетпей жатыр. Міне үстіне осындай сырды үкіштің уақ көзінен өткізіп, осылай бетін жабамыз. Енді екінші салатымызға кірсек, мен бұнда жаңағы тұз алып жатырмын, тұз табатырмын, және осындай Махеевтің майонезін қосайын деп жатырмын. Мен көбіне майонез қолданбаймын. Бүгін енді бір осы майонезбен жасап көрейінші деп жасап жатырмын. Екі салатымда менде майонезбен шығады. Мен сәбізден осындай гүл жасап қойғанмын. Сол гүлменен айналасын петрушкаменен осылай әдемілеп қойып жатырмын. Менде осындай екі салат шықты. Енді егер менің дайындау әдісім ұнап жатса, пікір бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар. Менің арнамда салаттардың өте көп түрлері бар, сондай-ақ ұлттық тағамдардың, ыссы тағамдардың, қазіргі заманауи тренд болып жатқан тағамдардың дайындалу жолдары өте көп. Сондықтан да менің арнама кіріп тұрыңыздар дегім келеді. Келесі кездескенше